Қайырлы күн баршаңызға. 4-ші сынып математика 108-ші сабақ пайыздар пысықтау деген тақырып. Бірінші есебіміз осылай. Бұл диаграмма арқылы шығады. Бірінші ауа негізгі ластану негіздері пайыздармен көрсетілген, көріп тұрғаныңыздай. Екінші есепте есептеу. Өткен тақырыптарда біз дәл осылай есептер шығарғанбыз. Бұл есеп сіздерге қиын болмайды деген ойдамын. Шығару жолы осылай. Сіздер де білесіздер. Бізде үшінші есеп берілген, килограммдарды пайыз түрінде жазу керек. Әр килограмм өзінің 48 килограмм болса, 48 пайызбен жазылады. 35 килограмм болса, ол 35 пайызбен жазылады. Қанша килограмм болады, сонша пайызбен жазылады. Төртінші есебіміз есепті шығар деген. Бұл жерде жылдамдықтарымыз белгілі. Бұл жерде арақашықтықты табу керек. Арақашықтықты табу үшін біз есепті міне шығардық. Жылдамдықтарды бір-бірінен азайтып, уақытты көбейттік. Бесінші есепте есепті және тексер деген. Бұл есеп сіздерге қиындық тудырмайды. Азайтамыз, бөлеміз, көбейтеміз бұл есептерде. Бесінші есебіміз жауаптары міне осылай болып келеді. Алтыншы есепте есепті шығар деген. Бұл жерде айырмашылықты, құндарының айырмашылығын табу керек. Килограммдарын міне бұл есебіміз дәл осылай шығады. Мамыр айындағы, маусым айындағы пайыздарды бір-біріне көбейтіп, бөліп алып шығарамыз. Жетінші есепте алдыңғы тапсырмаға ұқсас есеп құрастыр деген. Бұны оқушылар өздері құрастыру керек. Міне бұрынғы баға 400 теңге, жаңа баға белгісіз 5% қымбаттады дейді. Бұл есепте сіздерге ешқандай қиындық тудырмайды. Сегізінші есепте есепті шығар деген. Жер телімінің аудан табу керек. Аудан табу қиын емес. Міне формуламен есептері көрсетілген. Осы формулаға сүйеніп есепті шығарамыз. 9-ші есепте бұл есеп әр сабақта, әр тақырыпта қайталанып жатыр. Сіздерге қиындық тудырмайды. Код табу 812 сейфтің коды болып табылады. 800-ден 812 көп болады салыстырғанда. 10-ші есебіміз тауар, теледидар 96 мың теңге. Оны 3% жеңілдікпен жаңа бағаға шығару керек. Бұл есептің жаңа бағасы 3%-бен алғанда 2880 теңгені құрайды 3%-іміз.